Бүгін сен екі таңбалы сандарды баған түрінде қосуды үйренетін боласың. Екі шарды таңда. Жасыл және күлгін түсті шарды таңдап алдық. 34 қосу 25. Назар аудар. Бірліктер бірліктердің астына, ондықтар ондықтардың астына жазылады. Баған түрінде қосу әрқашанда бірліктерден басталады. 4 қосу 5, 9. 9-ды бірліктердің астына, сызық астына жазамыз. Ондықтарды қосамыз. 3 ондыққа 2 ондықты қоссақ, 5 ондық шығады. 5-ті ондықтардың астына жазамын. Жауабы 59. Азайту бұл қосу амалына кері амал. 59 санынан 25-ті баған түрінде азайтамыз. Назар аудар. Азайтқан кезде бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық жазылады. Баған түрінде азайту әрқашанда бірліктерден басталады. Бірліктерді азайтамыз. 9 азайту 5 тең болады 4. 4-ті бірліктің астына, сызық астына жазамыз. Ондықтарды азайтамыз. 5 ондықтан 2 ондықты азайтамыз. 3 ондық шығады. 3-ті ондықтардың астына жазамыз. Жауабы 34.